Бүгінгі тақырыбымыз оқушылар азот және аммиактың молекулалық құрамы мен құрылысы. Азот элемент Дмитрий Иванович Менделеевтің кестесінде реттік номері 7-ші, 5-ші А топшада орналасқан. Ол бейметалл. Реттік номер 7-ге тең болғандықтан, оның протон саны да +7, заряд ядросы +7-ге тең. 7 электрон бар. Бірінші деңгейде 1s, 2, екінші деңгейде 2s2, 2p, 3 электронны жұптаспаған. Барлығы 7 электрон азотта. Енді азотқа келетін болсақ, сіздерге таныс азот, бұл агрегаттық күйіне келетін болсақ, түссіз газ, иісі жоқ, суда жақсы ериді. Табиғатта азот ауада 78%, адам ағзасында 3,1%, ақуыз, дәрумен, гормондардың құрамына кіреді. Өсімдіктердің құрамында ион түрінде болады. Топырақта 0,01, 0,04% азот өмір элементі болып есептеледі. Азот оттекпен бірнеше оксидтер түзеді. Тұз түзбейтіндер азот 1-валентті оксиді N2O и азот 2-валентті NO. Тотығу дәрежесі +2. Енді азот сонымен қатар тұз түзетін оксидтер түзеді. Ол қышқылдық оксидтер. Тотығу дәрежесі +3, ол азот 3-валентті оксиді N2O3. Азот 4-валентті, +4, азот 4-валентті оксиді NO2. И азот 5-валентті оксиді, тотығу дәрежесі +5-ке тең, N2O5. Бұл қышқылдық оксидтер. Азот сұйық, оның қолдануы. Азот медицинада кеңінен таралған. Аммиак синтезінде қолданады. Тыңайтқыш өндірісінде, инертті ортаны толтыру, азот қышқылын синтезде. Азот пайдаланылады енжар орта жасау үшін, электр шамдарын толтыру үшін, аммиак алу үшін, дәрі-дәрмек өнеркәсібінде, тұзатқыш қондырғыларында аммиак қолданады. Аммиак сонымен аммоний тұздарын алу үшін және азот қышқылын өндіру үшін қолданады. Аммиак азоттың сутекті қосылысы, бұл аммиак болып есептеледі. Бұл газ, тұншықтыратын газ. Аммиактың құрылымдық формасына көріп отырсаңдай, азот сутекпенен, 3 атомды сутекпенен ковалентті полюсті байланыс түзеді. Пішіні оның тетраэдрі. Азот бұл аммиак, жаңа айтқандай, бұл өткір иісті газ. Аммиактың ерітіндісін медицинада нашатырный спирт немесе мышатыр спирт деп те атайды. Аммиакты зертханада аммоний тұздарына, мысалға, сіздер көріп отырғандай, аммоний хлоридіне кальций гидроксидімен әсер еткенде, жоғары температурада кальций хлориді және аммиак бөлініп шығады. Аммиак бөлініп шығады газ. Бұл зертханада алу әдісі. Аммиактың қолданатын орындары, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, көптеген жаңағы салада қолданады. Біріншіден дәрі-дәрмек алу үшін, әртүрлі жаңағы жуғыш заттардың құрамына кіреді. Бояғыш заттар алуға, аммиакты аммония тұздарын минералды тыңайтқыш ретінде қолданады. Азот қышқылын алуға қолданады, қопарғыш заттар алуға қолданады. Сонымен қатар, сіздерге таныс бұл мышатыр спирті, нашатырный спирт дейді орысша балалар. Жаңа адам талып қалғанда есін жинау үшін осы аммиакты қолданады. Осымен балалар, бүгін сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.